Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Кімдерге тиімді туралы айттық. Енді келесі 2024 жылы бөлшек салық режимінде жеке кәсіпкер үшін өзі үшін аударымдар ставкалары, яғни ИПшник өзі үшін не аударады? Міндетті зейнетақы жарналарын аударады, яғни пенсионный взносы өзінің табысынан 10% аударса болады, немесе максимум 450 мың теңге. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, яғни ОПВР табыстан 1,5%, минимум 1275 теңге, максимум 63750 теңге аударуға болады ай сайын. Әлеуметтік төлемдер социальное отчисление. Міндетті зейнетақы жарнасын азайту арқылы табыстан 3,5%, пенсионный взносы аудару азайту арқылы, минимум 2795 теңге, максимум 20825 теңге. Міндетті медициналық әлеуметтік жарналар, яғни ВОСМС ай сайынға белгіленген суммасы бар, өзінің 5950 теңге. Жеке кәсіпкер өзі ең төменгі және ең жоғары шекті шегінде міндетті зейнетақы жарналарын және әлеуметтік төлем мөлшерін анықтайды. Яғни пенсионный взнос пен социальное отчислениені ең жоғары немесе ең төменгі шекте қалай төлейтінін өзі анықтайды. Назар аударыңыз. Кірісі жоқ ай үшін міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік төлемдер төлеудің қажет жоқ. Яғни бір айға доход түспесе, ол айға пенсионный взносы, ОПВР және социальное отчислениені аударудың қажет жоқ. Ал кіріс болмаса да міндетті медициналық әлеуметтік жарнаны ай сайын төлеу керек. Яғни бір айға доход түспесе де, оған ай сайын міндетті түрде 5950 теңге ВОСМС төлеу керек. Бөлшек салықты қандай қызмет түрлеріне пайдалануға болады, яғни розничныйлықта қандай деятельностьпен, қандай саламен жұмыс істеуге болады. Бөлшек салықта 190 қызмет үшін пайдалануға болады, яғни розничныйлықта 190 түрлі деятельностьпен жұмыс істеуіңізге болады, яғни окет деп айтып жатады, код окет. Соның ішінде егер сіз электроника мен тұрмыстық техниканы, киім-кешекті, азық-түлікті сатумен айналысатын болсаңыз көбіне, мына ссылканы көшіріп алыңыздар, немесе осы ссылканы теріп көріңіздер. Осы сілтемеге кіру арқылы сіз сала түрлерін қарап, таңдап шықсаңыз болады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік бөлшек салық режимінде төлейді. Нелерді? Яғни ТО розничныйлықта не төлейді? Корпоратив табыс салығын төлейді 90 рет, яғни корпоративный подоходный налог кварталда 1 рет төлейді 3 ай сайын. Салық жұмысшылардың жалақысын шегергенде айналым есептеледі. Жаңағыдай, сіздің табысыңыздан жұмысшылардың жалақысының шығынын азайту арқылы есептейсіз салық. Төлем мерзімі жұмыс істеген 90-дан кейінгі 2-ші айдың 25-ші күніне дейін. Жаңағыдай 1-ші 90, яғни 1-ші квартал үшін майдың 25-не дейін, 2-ші квартал августтың 25-не дейін, 3-ші квартал ноябрьдің 25-не дейін, 4-ші квартал февраль айының 25-не дейін. Жалдамалы қызметкер мен басшы үшін ай сайын жауапкершілігі шектеулі серіктестік, яғни ТО не төлейді ай сайын? Өз директор, яғни басшы, учредитель үшін және сотрудниктер үшін міндетті зейнетақы жарналарын төлейді, пенсионный взносы зарплатадан 10%, максимум 425 мың теңге төлей алады. ОПВР жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары зарплатадан 1,5%, минимум 1275 теңге, максимум 63750 теңге. Әлеуметтік төлемдер социальное отчисление еңбекақыдан 3,5%, минимум 2975 теңге, максимум 20875 теңге. Міндетті медициналық әлеуметтік жарна, яғни ВОСМС еңбекақыдан 2%, яғни максимум 17 мың теңге. Міндетті медициналық әлеуметтік төлем, яғни ОСМС еңбекақыдан 3%, максимум 25500 теңге. Жеке табыс салығы, индивидуальный подоходный налог еңбекақыдан 10%, оның ішінде бірінші оның еңбекақысынан пенсионный взноспен ОСМС-ті азайту арқылы 10%. Өзіңіз үшін және жұмысшылар үшін салықтар әр айдың 25-не дейін төлену керек, яғни келесі айдың 25-не дейін. 2024 жылы бөлшек салық режимінде компанияның табыс салығы мөлшерлемесі, жеке табыс салығы немесе корпоратив табыс салығы 4% төлейсіз, егер сіз жеке тұлғаларға тауарларды сатсаңыз немесе қызмет көрсетсеңіз, шегерімдерді қолданбайтын жеке кәсіпкерлікпен жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін, яғни ТО немесе ИП ашып, оның ішінде тек сіз физлицалармен ғана жұмыс жасайтын болсаңыз, яғни соларға тауар сатып немесе услуга көрсететін болсаңыз, онда әр квартал сайын 4% төлейсіз.
8% егер сіздің сатып алушыңыз жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға жалпыға бірдей белгіленген режимде шегерімдерді қолданса және электронды шот фактура үзінді көшірмесін талап етсе дейді. Яғни сіз кәсіпорын организациялармен жұмыс жасайтын болсаңыз, оның ішінде ИП немесе тұлғалармен жұмыс жасайсыз, және де олар сізден сатқан товарыңыз үшін немесе көрсеткен қызметіңіз үшін электронды шот фактура талап ететін болса, онда 8% төлейсіз. Табыс салығы жұмысшылардың жалақысын шегергенде айналым есептелер. Жаңа айтқандай төлем мерзімі жұмыс істеген 90-нан кейінгі екінші айдың 25 күніне дейін. Жаңағыдай, әр 90 үшін мына жерде уақыттары берілген. Біз ол туралы біраз айттық. Енді менің саламның түрі окет тізімде бар, ал екінші жоқ. Мен бөлшек салық режиміне ауысаламын ба? Жоқ. Егер океттің бірі бөлшек салық үшін үкімет бекіткен тізімге кірмесе, онда бұл режимге өту мүмкін емес. Сіз өзіңіздің салаңызды океттің тізімде бар, басқа салаға ауыстыру арқылы бөлшек салық режиміне ауыса аласыз дейді. Бұл түсінікті ғой. Яғни океттің тізімінде бірінші деятельностіңіз бар, екінші деятельность жоқ болса, онда көше алмайсыз деген сөз. Болу керек обязательно океттің тізімінде, үкімет бекіткен. Менде бірнеше жауапкершілігі шектеулі серіктестік бар, мен олардың барлығын бөлшек салық режиміне қоя аламын. Жоқ, сіз бір ғана жауапкершілігі шектеулі серіктестікті бөлшек салық режиміне ауыстыра аласыз. Заң бойынша егер құрылтайшыда немесе басшыда бөлшек салықта жауапкершілігі шектеулі серіктестік болса, онда оның басқа компаниялары басқа салық салу режимінде жұмыс істеу керек. Яғни сізде бір ТО бар, бірнеше ТО бар, соның біреуі бірнеше ТОның, мысалы 4 ТОңыз болса, онда оның біреуі ғана розжигательный налогта болады, қалған үшеуін розжигательный налогта істей алмайсыз. Упрощенный режим немесе общеустановленный режимде ғана істей аласыз деген сөз. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.